Біздің келесі көрсететін салатымыз Алазани салаты. Ол үшін бізге осындай бринза керек болады, шампиньон керек болады, помидор, зелень, және де чеснок, тұз, бұрыш. Біз бірінші осылай бринзамызды, шампиньонымызды майға қуырып аламыз. Бринзамызды майға қуырып аламыз. Майымыз қаттырақ қызып тұру керек. Осылай бринзаларымызды қызартырып қуырып аламыз. Бұл жерде бізде бір порцияға 100 грамм бринза, 150 грамм помидор, 100 грамм шампиньон. Бринзамызды шампиньон соса қуырып алдық. Помидорымызды, кинзамызды осылай саламыз ішіне. Тұз саламыз, қара бұрыш. Осындай майдалап теркадан өтірілген чеснок, және де кішкене ғана майымызды құямыз. Осылай араластырып, қазір тарелкамызға саламыз. Осылай бальзамический креммен әдемілеп тарелкаларымызға салып, осылай қоя берсеңіздер болады дастарханға, ас болсын.